Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сәлеметсіз бе, мұғалім? Біз қандай балалармыз? Шұғылалы таңдаймыз, жамандыққа бармаймыз. Сабақтанда қалмаймыз, оқы білім ап, ғарыштарға самғаймыз. Керемет. Балалар, сендердің көңіл күйлерің қандай? Бүгін сендердің көңіл қандай? Тамаша, керемет. Өте жақсы. Біз бүгін сендермен сабақта жаңа тақырып өтеміз. Бірақ сендер маған қазір осы тақырыпты анықтанды. Қалай ойлайсыздар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбымыз қандай болады? Ол тақырып мынау суреттерге байланысты. Мысалы, бірінші суретте не бейнеленген? Ғарыш. Қол көтереміз, иә? Екінші суретте мынау не балалар? Зымыран. Қаттырақ? Зымыран. Ал мынау суретте кім бейнеленген? Тоқтар Әубәкір. Ендеше бірінші суретте не дедіңіздер? Ғарыш. Екінші? Зымыран. Керемет. Үшінші? Тоқтар. Ал Тоқтар Әубәкіров ол кім? Ол Қазақстанның тұңғыш ғарышкері. Тамаша. Балалар, бүгін біз сендермен сабақта анық айтылатын сөзді тыңдап, қысқаша жазба жасау және нақтылау мақсатында сұрақтар құру, белгілі бір тақырыпта сұхбаттасу барысында шағын мәліметті баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлейміз. Бұл бүгін біздің сабақтың мақсаты. Алдымен балалар, үй жұмысы қандай болды? Үй жұмысын тексеру керек қой. Үй жұмысы қандай болды? Не үшінші бет? Қандай тапсырма? Не істеу керек? Көтеріп, жоғары. Алишер, айтшы. Алишер бірінші көтерді. Үй тапсырмасы 8 беті, үшінші тапсырма. Дұрыс айтты ма? 8 бет, үшінші тапсырма. Тамаша, не істеу керек болды? Сұрақ құрастыру. Сұрақ құрастыру керек. Ол сұрақтарға жауап беру керек, иә? Олай болса, бізде қазір осындай әдіс ыстық орындық. Ыстық орындық. Мына орындық менде ыстық. Керемет орындық, иә? Кім қорқпайды, кім шығады? Кім шығады? Кім шығады? Қорқпаңдар, кім шығады? Костя, кел. Кел, Костя, отыр. Тезірек, Костя, кел, отыр. Так, сұрақтарың дайын ба? Костя, қорқасың ба? Қорқасың? Жарайды. Нелли дайын. Нелли тұр, Нелли. Байқоңыр қай областы орналасқан? Байқоңыр, Қызылорда облысы орналасқан. Облыс қайда? Қызылорда облысында орналасқан. Жақсы. Келесі кім? Ясмина. Ғарышайлар қандай жылы салынды? Қай жылы? салынды? Ғарышайлар қай жылы салынды? 1925 жылы Салынды. салынды. Жақсы. Тағы сұрақ бар ма? Балалар, маған Нелли ұнады. Нелли сұрақ құрастырды. Нелли сұрақ сіздерге дайындады. Нелли тамаша Нелли, жақсы. Ал енді балалар, сабақты жалғастырамыз. Ал енді балалар, қазір сабақты бастау үшін, жаңа тақырыпты бастау үшін, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы қандай? Біз бүгін анықтадық тақырыпты. Жоғары көтеріп. Қандай? Қазақстаннан тұңғыш ғарышкері. Тұрамыз. Жақсы. Қазақстанның тұңғыш ғарышкері. Сабақты бастау үшін бізге не керек? Жаңа сөздер керек. Әрине жаңа сөздер керек. Сөздіктерімізді ашамыз. Сөздікке балалар қараңыздаршы. Бүгінгі біздің жаңа сөздер
сөздеріміз бізде айналу. Қайталаймыз. Айналу. Айналу, вращаться. Түсінікті ма? Келесі. Батыл. Батыл. Смелый, жақсы. Марапат. Марапат. Награда. Марапаттау. Марапаттау. Награждай. Тамаша жазамыз. Әдемі жазамыз. Сөздіктерімізге бүгінгі жаңа сөздерді жазамыз. Тамаша. Әдемі жазамыз, балалар. Қатесіз жазамыз. Қатесіз жазамыз. Мұқият болыңдар. Жақсы. Айналу. Батыл. Марапаттау. Марапат. Мен жаздым. Өте жақсы. Кім жазды? Дәптерлерімізді ашамыз. Жұмыс дәптерімізді ашамыз. Жұмыс дәптерімізді ашамыз. Кім жазып болды? Жұмыс дәптерімізді ашамыз. Бүгін нешесі бар? Бүгін нешесі? Жақсы, жазамыз дәптерге сәуірдің 12-сі. Болды. Ал енді балалар тақтаға қараңдаршы. Бүгін сәуірдің нешесі? 12-сі. Не күн? Бүгін не күн? Қандай күн? Ғарышкерлер күні? Мәссаған, ғарышкерлер күні бүгін. Ал біздің сабақтың тақырыбымыз ғарышкерлер туралы. Қандай керемет, қандай тамаша. Ал енді балалар, біз жаңа сөздерді өттік. Сендерге тапсырма. Маған сөз тіркестерін айтыңдаршы. Айналу, батыл, марапат, марапаттау. Сөз тіркесі. Сөйлем емес, сөз тіркесі. Аян? Тұр, Аян. Сөз тіркесі, екі сөз керек. Ойлан, отыр. Ал. Батыл ғарышкер. Батыл ғарышкер, тамаша. Ал, Нелли? Алтын марапат. Алтын марапат, керемет. Ал тағы. Так, сендерге айналу және марапаттау сөз. Сөйлем құрастырыңдар. Сендер батыл және марапат. Екі сөз сендерге, екі сөз анау топқа сөйлем құрастырыңдар. Бірінші топ айналу және марапаттау. Сөйлем құрастыру. Түсінікті ме? Екі сөйлем құрастыру. Айналу және марапаттау. Сөз тіркесі емес нелер? Сөйлем. Так, сендер батыл және марапат. Тезірек сөйлем құрастырасыз. Давайте сначала будем с школой, которую мы потом. Дайынсыңдар ма? Дайынсыңдар ма? Так, бірінші сөз бізде тыңдаймыз қазір. Так, бірінші сөз бізде қандай болды? Батыл. Кімнің сөзі? Кімнің батыл сөзі? Сендердің. Так, кім оқиды сөйледі? Так, тыныш, тыңдаймыз. Тыныш, так, оқыңдар. Кім оқиды? Даша? Даша. Батыл ғарышкер ғарышқа ұшты. Тамаша. Так, келесі кім? Келесі сөз қандай? Келесі сөз қандай? Марапат. Кімнің сөзі? Сендердің? Ал, оқыңдар. Кім оқиды? Көтереміз. Кім оқиды? Кім оқиды? Мұны. Бәрия, оқы. Жақсы ғарышкерлер алтын марапат береді. Жақсы ғарышкерге. Жақсы ғарышкерге марапат кімге? Ғарышкерлерге, иә? Көптік болса ғарышкерлерге кімге? Ғарышкерлерге. Тамаша. Мынау топ жарайсыңдар, екі сөйлем бар. Сендерде бір сөйлем, сендерде қандай сөйлем? Ясмина. Ғарышкер айналады. Қаттырақ оқыш, қаттырақ. Ғарышкер айналады. Тамаша, дұрыс. Тағы нелі? Ғарышкерге алтын марапатпен
Марапаттау. Ага, жақсы. Тағы сұрақ, тағы бар ма сөйлем? Тағы сұрақ. Болды, екі, иә? Балалар, біз бүгін сендермен жаңа тақырыпқа көшеміз. Ол үшін мен қазір сендерге мәтін оқимын. Ол мәтін 15-ші бетте және мынау экранда тұр. Мен сендерге оқимын, сендер мұқият тыңдаңдар. Сосын мен сендерге тапсырма беремін. Дайынсыңдар ма? Олай болса тыңдаймыз. Шуламаймыз, нәле тыңдаймыз. Мен аспаннан ең алғаш ұшақты көрген күннен бастап ұшқыш болуды армандадым. Менен сол кезде нені жақсы көресің деп біреу сұраса, ұшақты жақсы көремін деп жауап беретін едім. Аспан әлеміне қызықтым. Мен Ресей еліндегі Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесін 1969 жылы бітірген соң арманыма жақындай бастадым. Алдымен ұшқыш, одан кейін звено командирі болып қызмет атқардым. 1975-1976 жылдары Мәскеудегі авиация институтында оқыдым. 1990 жылы мен ғарышқа ұшу туралы ұсыныс алдым. Сөйтіп, 1991 жылы Юрий Алексеевич Гагарин атындағы ғарышкерлерді дайындайтын орталықта жаттығуды бастадым. Осы жылы 2 қазанда мен ғарышқа Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ұштым. Мен осылай ғарышкер атандым. Ғарыш кемемен жер шарын айналып шығу ғылым үшін өте маңызды. Жас ұландарды ғарышкер болуға шақырамын. Сендерге бұл мәтін түсінікті ме? Бұл кім туралы мәтін? Тоқтар Яғни Тоқтар Әубәкіров өзі айтып отыр, иә? Сендерге қазір мен тапсырма. Сендер қазір келесі тапсырманы орындайсыздар. Ой, қазір көреміз. Балалар, қазір сендер менде мұнда 2 топ отыр, иә? Мынау топ қазір оқушылар болады. Сендер ғарышкерлер боласыңдар. Жүре ме? Так, оқушылар, сендер қазір ғарышкерлерге 6W әдісімен сұрақ құрастырасыңдар. Ғарышкерлерге. Түсінікті ме? Ал ғарышкерлер олардың сұрақтарына жауап береді. Сендерге, балалар, мен қазір 5 минут уақыт беремін. Мен сендерге 5 минут уақыт беремін. Ал бастаймыз. Бастаңдар. Уақыт кетті. 5 минут. Сұрақ құрастырамыз. Я вторая, Алишер третий, а я четвертый, я Самина предпоследняя и Софья последняя. Балалар дайын болсаңдар, бірге шапалақ. Жүре ме? Топ дайын болса, шапалақ. Оу, дайынсыңдар ма? А сендер? Жарайды, уақытты тоқтатамыз. Қазір көреміз. Так, мінекей сұрақтар дайын. Балалар, қазір былай істейміз. Мынау оқушылар тобы. Біз айттық, иә? Мынау ғарышкерлер тобы. Біз қазір сұхбаттасамыз. Сұхбат деген не ол? Интервью. Яғни, оқушылар мынау ғарышкерлерге сұрақ қояды. Ғарышкерлер жауап береді. Так, ғарышкерлерге не керек? Микрофон керек, міне микрофон. Оқушыларға микрофон керек пе? Иә, микрофонды алып
сөйлейміз, иә? Так, ойланамыз. Бізде бірінші сұрақ 6-да бөлу. Ол қандай сұрақ? Так, кім бастайды? Аға, Радион тұр. Радион қара ғарышкерлерге қара. Міне ғарышкерлер. Так, сенің сұрағына кім жауап береді? Кім сіз? Мен Қазақстаннан ғарыш ғарышкермін. Жақсы. Радион, сіз кімсіз деп айту керек, жақсы отыр. Келесі сұрақ кімдікі? Нелли, тұр. Нелли, кімге сұрақ қоясың? Даша, тұр. Сіз қандай зымыран ұштыңыз? Қандай зымыранмен? Зымыранмен ұштыңыз. Мен Союз пен 13 зымыран ұштым. Зымыранмен ұштым. Тамаша олар. Дұрыс па, Нелли? Жақсы, келесі сұрақты кім қояды? Енді айтыңдаршы, ғарышкерлер, сендерге оқушылар сұрақ қойды. Кімнің сұрағы ұнады? Кімнің сұрағы дұрыс болды? Қатесіз болды? Кімнің сұрағы? Даша, саған кімнің сұрағы ұнады? Маған Аян сұрағы ұнады. Аянның сұрағы ұнады. Костя, саған кімнің сұрағы ұнады? Ясминаның. Жақсы. Кімге тағы? Дария, саған? Маған радионың сұрақтары ұнады. Так, саған? Маған Алишердің сұрағы ұнады. Жақсы. Беріңдер жұлдыз. Жұлдыз беріңдер. Кімге жұлдыз береді? Тамаша. Так, бағалаймыз. Тезірек уақыт. Так, жақсы. Тамаша, тезірек. Болды отырамыз. Ал енді, сендер сұрақ құрастырдыңдар. Ғарышкерлер қалай сұраққа жауап берді? Кім жақсы жауап берді? Кім айтады? Сұраққа кім жақсы, Нелли? Дария, Даша, Женя, Костя. Дария, Даша, Женя, Костя. Жақсы, Ясмина? Дария, жақсы, тағы? Сен? Маған жауап Мирасының ұнады. Мирастың жауабы ұнады. Аян? Маған Душының жауабы ұнады. Жұлдыздарды беріңдер. Ой, жұлдыздар жауып жатыр. Жұлдыздар жауып жатыр. Жұлдыздар жауып жатыр. Менде қараңыздар тақтада мынандай тапсырма бар. Ой, сөйлемді толықтырып жазу керек. Сендерде мынандай қима қағаз бар. Қима қағаз. Бұл тапсырма қима қағаздар. Сендер қазір қалам аласыңдар. Мұнда керекті сөздер бар. Сол керекті сөздерді сіздер қоясыңдар. Түсінікті ме? Түсінікті. Сендерге неше минут береміз балдар? 2 минут. 2 минут. Тезірек орындаймыз. 2 минут. 2 минут. Болды. Қаламдарымызды қоямыз. Итак, балалар, бірінші сөйлемді оқимыз. Кім бірінші сөйлемді оқиды? Кім? Бірінші сөйлемді кім? Бұл үшін қандай жауап сендер? Ғарыштағы зат батыл жоғалды. Так, қандай сөз? Қандай сөз? Батыл. Так, екінші сөйлемді кім жауап береді? Кім? Ясмина. Жоғалдады ғарышкеме 1 минут 600-700 шақырым көтеріледі. Так, қандай сөз? Ғарышкеме. Жақсы. Үшінші. Жарайсыздар. Балалар, біз қазір бүгінгі сабақта алған білімді қорытындылаймыз. Ол үшін біз бүгін сабақта не білдік? Сабақ кім туралы болды? Тоқтар Әубәкір. Онда балалар менде осындай тест сұрақтары бар. Қазір маған осында келеді.
Так, Нелли тақтаға кел. София, кел мұнда. София, кел мұнда. Так, мінеке, бірінші сұрақты оқы, София. Ғарышкер. Тоқта, сұрақты оқы, мынау сұрақты оқы. Тоқтар Әубәкіров кім? Қандай жауап? Әнші, ғарышкер, дәрігер, ғалым кім? Ғарышкер. Жақсы, жылжып. Так. Ага, отправить ответ. Вот, мында нажимаю сюда. Дұрыс па? Тамаша, дұрыс. Даша, келесі сұрақ. Келесі сұрақ, Даша, қара. Қаттырақ оқы сұрақты. Жоғары әскери ұшқыштар училищесі қай жылы бітірді? Қара, қандай жауап дұрыс болады? Ойлан. Тезірек, Даша. Ну-ка, дұрыс па? Астында. Ага. Жарайды, Даша, көп ойланды, дұрыс. Так, Ясмина кел. Ясмина. Енді балалар, бүгінгі сабақта біз рефлексияны өткіземіз. Сендер бүгін сабақта бұрын не білемін, бүгін сабақта не білдіңдер, не білгілерің келеді, соны маған қазір айтыңдаршы. Кім айтады? Білемін. Алдария? Мен білемін, Қазақстанның тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров. Тамаша. Так, Аян, сен не білесің? Мен білемін, әлемде 2 ғарыш айлақ бар. Әлемде 2 ғарыш айлақ бар? Дұрыс, қандай? Байқоңыр, жақсы және Қайда? Қалай атады? Невада. Аян, тамаша. Дағы? Мен білемін, Қазақстанның тұңғыш ғарышкері 1991 жылы 2 қазанда ғарышқа ұшты. Жақсы. Бала, это сендер білесіңдер, я? Ал енді бүгін сабақта не білдіңдер? Мына қараңдаршы, не білдің мен бүгін сабақта? Нелли, сен не білдің? Жаңа сөздер. Жаңа сөздер, тамаша. Ясмина, сен не білдің? Мен бүгін сабақта жаңа сөздер білдім. Айналу, марапаттау, батау. Керемет. Ал енді балалар, білгім келеді. Әлі ғарыш туралы көп білуге болады. Не білгім келеді? Женя, сен не Мен білдің? білгім келеді ғарышқа қандай ғарыш кемемен тұңғыш рет ұштым. Тұңғыш рет ұшты. Жарайды, жақсы. Нелли? Мен білгім келеді неге Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Жақсы, отыр. Келесі тағы не білгім келеді? Бұршын? Мен білгім келеді қандай бірінші зымыран ұшты. Өте тамаша балалар, керемет. Қалай бүгін сабақ қандай болды? Қызықты болды ма? Жақсы болды. Жақсы. Бәрін түсіндіңіздер ма? Керемет балалар, сендер бүгін сабақта өте жақсы жұмыс істедіңіздер. Енді мен сендерге үй тапсырмасын беремін. Күнделіктеріңізде жазыңдар. Үй тапсырмасы 17-ші бет. Сен білесің бе тапсырмасы, балалар, сен білесің бе тапсырмасы, яғни білемін, білдім, білгім келеді. Енді мынау тапсырмадан тағы ақпарат аласыздар. Келесі сабақта маған айтасыздар. Не білдіңдер? Қайма? Так, 17-ші бет, сен білесің бе тапсырмасы. Ал енді балалар, бүгін сабақта өте жақсы жұмыс істеді Даша, Костя, Бұршын, Мирас, Дария. Женя жақсы жұмыс істеді, тек қана ойлану керек. Осы топта бәрі жақсы жұмыс істеді. Нелли, София, Ясмина, Алишер, Аян, Родион бүгін жарайсыңдар балалар. Сонымен сабақ аяқталды. Тұрамыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.